Smiles Create for People's Book for Kazakhstan Module 2, page 21, 22, 23, 24. Study spot. The Romans lived in the center of Italy. Римдіктер Италияның орталығында өмір сүрген. They came to Britain 2000 years ago. Олар Британияға 2000 жыл алдын келген. Exercise 8. Complete the sentences, then match. Check your answers online or with your teacher. Сөйлемдерді толықтырып жазу қажет, және қай суретке сәйкес A немесе B соларды жазу керек, және өзіңіздің жауабыңызды онлайн интернет арқылы немесе мұғаліміңізбен бірге тексеруіңізге болады. Бірінші сөйлем берілген, екінші сөйлемде Rich people lived in villas. 3. Birds, men and women were made up. 4. They made their houses from mud. Балшықтан өздерінің үйлерін салған деп тұр. 5. They watched shows in big stadiums. 6. They wrote in hieroglyphics. Олар иероглифтермен жазған. Енді осы 6 сөйлемді The Ancient Egyptians ежелгі египеттіктер және Romans римдіктерге қайсына тән соларға бөліп жазып шығасыздар. Exercise 9. Read and circle, then listen and check. 9 жаттығуда оқисыздар және домалақтап дұрыс жауапты белгілеп, тыңдалымда тыңдап тексересіздер. Бірінші сөйлемді өзі дұрыс жауап берілген. Екінші сөйлем They played sports. Boys and girls didn't go to the same school. Олар спортпен шұғылданады. Ұлдар мен қыздар бірдей мектепке бармайды. 4. They paid for things with cacao beans. 5. They drank chocolate to make them strong and healthy. Олар шоколад сусын ішеді өздерін мықты және денсаулығы сау болуы үшін. Exercise 10. Role play. Walk in pairs and act out the interview. Рөлдік ойын ойнайсыздар 10 жаттығуда, топпен жұмыс жасайсыздар. Осы интервьюда берілген сұрақтар және жауаптарға жауап бересіздер. Студент А тарихшы оқушы болатын болса, студент Б ол тарих мұғалімі болады және бір-біріне сұрақ жауап қояды. Exercise 11. Listen and read. What is the text about? Choose. 11 жаттығуда тыңдалымды тыңдап оқисыздар және мәтін не туралы таңдайсыздар. Дұрыс жауабы Who Қорқыт Ата was and why he is famous? The Legend of Қорқыт Ата. Қорқыт Ата аңызы. The Legend of Қорқыт Ата is very popular in Kazakhstan. Қорқыт Ата was a famous ақын, poet and musician and the man who made the first qobuz a well-known musical instrument. Қорқыт Ата аңызы Қазақстанда өте танымал. Қорқыт Ата атақты ақын және музыкант болған. Ол бірінші рет қобызды атақты музыкалық инструментті ойлап тапқан кісі. The legend says that before Қорқыт Ата was born, there was an eclipse of the sun. Everything went dark and there was a big storm. Then, when Қорқыт Ата came into the world, the sun started to shine again. Аңыздарға сүйенсек, Қорқыт Ата туылмастан алдын күннің тұтылуы болған. Барлық жер қап-қараңғы болып, қатты дауыл болған. Кейін Қорқыт Ата дүниеге келгеннен кейін бар жақ күн шуағын шашып қайтадан жарық болған. As a young boy, Қорқыт Ата didn't want to see or think about the dark side of life. Жас кезінде Қорқыт Ата өмірдің қиын кездерін, қараңғы тұстарын ойлап та көргісі де келмеген. He didn't want to die. Оның өлгісі де келмеген. He wanted to live forever. Ол өмір бақи өмір сүргісі келген. One day, Қорқыт Ата had a dream. Бір күні Қорқыт Ата түс көреді.
In the dream, angels told him how to make a qobuz. Түсінде періштелер оған қалай қобыз аспабын жасауды айтады. Қорқыт ата made the qobuz and he played it. He forgot all about this. Қорқыт ата қобызды жасап шығады және ол қобызда ойнағанда өлім туралы барлық нәрсені ұмытып кетеді. He puts all his time and his feelings into the music he played. Ол өзінің барлық уақытын, көңіл күйін осы музыканы ойнау үшін жұмсайды. People from all over the country heard the wonderful sounds of the qobuz. Барлық мемлекеттен адамдар осы қобыздың үнін, ерекше үнін естиді. Everyone listened in wonder to its beautiful music. Оның әдемі әуенін, музыкасын тыңдаған адамның барлығы таң қалады. Even the birds in the air stopped flying, and the wind stopped blowing. Тіпті аспанда ұшып жүрген құстар тоқтап қалған сияқты, және жел соғып тұрған жел де соқпай қалған сияқты болады. Қорқыт ата grew old and finally he too died. Қорқыт ата да үлкен жасқа келеді және соңында ол да қайтыс болады. But the name of Қорқыт ата lives on forever in sounds of the qobuz and in the hearts of the people of Kazakhstan. Бірақ Қорқыт атаның аты қобызының әуенінде мәңгілік сақталады және Қазақстан халқының жүрегінде мәңгілік сақталады. Мәтінді оқып түсініп алдық. Сонда мәтін Who Қорқыт ата was and why he's famous деген тақырыпқа тура келеді. Exercise 12. Read, choose and complete. 12-ші жаттығуды оқисыздар, таңдайсыздар және толықтыру қажет. Then use the sentence to talk about the legend of Қорқыт ата with your friend. Одан кейін осы сөйлемдерді Қорқыт ата туралы аңызды достарыңызбен әңгімелесіп айтсаңыздар болады. First, Қорқыт ата was a famous poet and a musician. Second, before Қорқыт ата was born, there was an eclipse of the sun. 3. When Қорқыт ata came into the world, the sun started to shine again. 4. Қорқыт ata had a dream. In the dream, angels told him how to make a qobuz. 5. People from all over the Kazakhstan heard the wonderful sounds of the qobuz. Қорқыт ata died, but his name lives on forever in the hearts of the peoples of Kazakhstan. Exercise 13. Be a poet like Қорқыт ата. Create a poem for him. Сіз де Қорқыт ата сияқты ақын болып көріңіз және Қорқыт ата үшін өзіңіз бір жыр шығаруыңыз қажет. Қорқыт ата a great poet and a musician who wanted to live forever. Always remembered Қорқыт ата. Осы сияқты өзімізде тағы да бір өлең жолын өзім жазып көрдім. Сіздерге ұнаса жазсаңыздар болады, немесе басқа өлең жолдарын өздеріңіз құрап жазсаңыздар болады. Kazakhstan's legend was Қорқыт ата. He came into the world to shining. His wonderful sounds of the qobuz lives forever in the hearts of Kazakhs. Осылай әртүрлі жырларды жазсаңыздар болады. Making adjectives from nouns. Nation, national, color, colorful. Бұл жерде зат есімнен сын есім жасау жолдары көрсетілген. Nation ұлт болса, national ұлттық. Color деген түс болса, colorful түсті, түрлі түсті деген сөз. Мысал ретінде сөйлемдерді берілген. Kazakhstan is a great nation. Абай Құнанбайұлы is Kazakhstan's national poet. Сөйлемге айырмашылығын қарайық. Қазақстан ұлы ұлт деп айтылса, Абай Құнанбайұлы Қазақстанның ұлттық ақыны. Екеуінде айырмашылық бар ғой, иә? Red is my favorite color. Қызыл менің сүйікті түсім. This painting is very colorful. Бұл сурет өте түрлі түсті. Exercise 14.
Read and complete. Оқыңыз және толықтырыңыз. This is a wonderful poem. Did you write it? Second, Berg comes from a musical family. His mom, dad, and sister play the dombra. 6. Asel writes beautiful music. Asem әдемі музыка жазды. 4. Kanat's concert was magical. I really enjoyed it. 5. It's natural for birds to sing when they are happy. 6. It's helpful to have a dictionary when you write a poem. Жыр жазып жатқан кезде сөздіктің болғаны пайдалы деп тұр бұл сөйлемде. Helpful пайдалы мағынасында. People and places. Exercise 15. Listen, point and repeat, then match. 15 жаттығуда тыңдалымды тыңдайсыздар, көрсетесіздер және қайталайсыздар, сәйкестендіресіздер. First E. Library. Кітапхана. Second D. Theater. Театр. 3. B. Swimming pool. Жүзу бассейні. 4. Fanfare. Picture F. Ойын-сауық алаңы. 5. Picture A. Shopping center. Сауда орталығы. 6G. Cafe. Кафе. 7. Museum. Picture C. Музей. Exercise 16. Where are they? Read and write. Бұлар қай жерде? Оқыңыз және жазыңыз. First, don't touch them. Қанат. Just look. Тиісуге болмайды, қанат, тек қана қара. At the museum. Музейде. Second, where can we find Abdijamil Nurpeyisov's books? Can you show us, please? Біз қайдан Абдижамил Нұрпейісовтың кітаптарын ала аламыз? Бізге көрсете аласыз ба? Өтінемін деп library кітапханада айтамыз. Let's buy this t-shirt for your dad's birthday. It is shopping center. 4. These are not our tickets for the ride, Asel. Mom's got ours. Fanfare ойын-сауық алаңында. Бұл біздің билетіміз емес мінетін. Мамам біздікін алыпты деген сөйлем. 5. This isn't my tea, it's hers. Бұл менің шайым емес, ол оныкі. Кафеде айтылады. Cafe. 6. Let's sit near the front. I want to see the actors. Бұл жерде дұрыс жауап theater, театр болады. Алдына жақын жерде отырайық, актерлерді көргім келеді деген сөйлем. Сабақ сіздерге пайдалы түсінікті болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.